Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен КТП жариялау бойынша сабағымызды жалғастырамыз. КТП-ны қалай жариялайды, көріп алсаңыздар болады. Ол үшін сіздер күнделіктеріңізді ашасыз. Бұл жерде өздеріңіз мектеп, менің мектебім және класс журнал дегендерге кірсеңіз болады. Сол жерден өзіңіздің сыныбыңызды таңдап аласыз. Мен 7-ші сыныпты таңдаймын және информатика пәні. Сол жағымызда қолымыздың оң жақ бөлігінде күнтізбелік жоспар деп тұрады. Сол жерді басасыздар. Сол кезде сіздерге осындай күнтізбелік жоспар шығады. Енді біз 1-ші, 2-ші, 3-ші тоқсанды жариялайтын болғандықтан барлық 1-ші тоқсандарды көріп аламыз. Сағат санымыз жете ма, бәрін қараймыз. Және егер бізде 2 тақырып қайталанатын болса, онда әрбір тақырыпқа нүкте қойып шығамыз. Болмаса, ол біріктіріліп бір сабақ болып жазылады. Егер біздің сабағымызда каникул күндеріне тура келіп қалса, онда 2 сабақты осылай біріктіріп, приказ нөмірін, бұйрық нөмірлерін осылай жазып қоямыз, күн ретін бәрін. Енді 3-ші тоқсанды көріп шығамыз. Сабақ санымыз біздің тура келе ма? Енді қараңыздар, жаңа айтып өттім, мына жерде практикум, ал соңғы сабақта да практикум. Екеуін бір оқитын болғандықтан мен мына жерде 1-ші практикумға 2 нүкте қойдым, көріп отырсаңыздар, және астындағы практикаға 1 нүкте қойдым. Себебі екеуі бір тақырып болғасын, бір күнге күнделік оқып қояды. Енді біз күнделігіміздің жоғарғы жағында, оң жағымызда КТЖ дегенді көшіру деп тұр. Соны басамыз. Енді бұл жерде біз оқу жылын таңдаймыз. 22-23 жыл. Жаңа таңдаған пәніміз мына жердегі күнтізбелік жоспарда қалай аты жазылды? Информатика пәні. АқТ сабағыма, ИКТ сабағыма мұқият осы жерге мән беріңіздер, құрметті ұстаздар. Менде информатика деп жазылып тұрғансын, информатика сабағын таңдаймын. Енді сыныпты таңдаймын. Мен 7-ші класстардың КТП-сын жариялайын деп тұрмын. Көбінесе мектептерде информатика 2 топқа бөлінеді. Сол топтарыңыз бойынша жазасыз. Ал менде мына жерде топқа бөлінбегендіктен жалпы сынып деп жазып алам. Және өзімнің фамилиямды тауып жазып қоямын, әрбір мұғалімді. Сонда көк түс жанады, сонда көшіру депті. Соны басамыз. КТЖ-ны көшіру сәті аяқталды дейді. Енді КТЖ-на өту деген сөз бар. Соны басамыз. Сол кезде бізге осындай терезе шығады. Және асты бетіне түсеміз. Сабақ санымызды қарап, белгілеп аламыз. Бізде жылына 3 тоқсанда 26 сағат шығу керек біріктірілген сабақтармен. Және бізде 3 күн, 3 апта бойынша сабақ болмады. Оны белгілі бір бұйрықпенен жазып қоямыз. Сонда қалған сіздердің сабақтарыңызда 26 сағат шығу керек. Жариялауды басамыз. Енді назар аударыңыз. КТЖ жариялану барысында күнтізбелік жоспарлаудағы тақырыптар жойылып, КТЖ тақырыбына ауыстырылады дейді. Сіз жариялап болғасын, оны қайтадан жазып шыға алмайсыз деп тұр. Жариялайсыз. Және КТЖ жарияланды, оны үлестіру деп тұр. Міне. Үлестірген кезде біздің тереземіз шығады. Бұл жерде 3 кезеңді өтіп шығуымыз керек. 1-ші кезең толық жылға ма дейді. Иә, бізге толық жыл. Себебі 1-ші, 2-ші, 3-ші тоқсанды жариялап жатырмыз. Ары қарай толық жыл есеп кезеңде үлестірілу үшін арналған тақырыптардың саны 23 болды. Менікі дұрыс. Сіздер де осылай көріп аласыздар. Және осы жердегі құс белгісін қоясыз, болмаса галочканы қоясыз. Сонда бүкіл сабақтарыңызға өзі автомат түрде құс белгісі қойылады. Және қарап шығасыз, таңдалған сабақтар санын дұрыс па, бұрыс па. Егер бұрыс болса, өзіңіз қосып жаза саласыздар. Әрі қарай енді мұқият қарасаңыздар, мына жерде үй жұмысы деп тұр, үй жұмысын үлестіру. Маған бұл жерде ешқандай галочка басудың қажеті жоқ. Мен бір тақырып беремін, үйге тапсырма, сол жарайды. Егер сіздер тағы қосымша тапсырма бергілеріңіз келсе, онда галочка бассаңыздар болады. Мен әрі қарайды басамын. Енді 3-ші кезеңге өттім. 3-ші кезеңде жақсылап қарап шығамыз. Және болып астына түскен кезде үлестіруді басасыздар. КТЖ кестесі бойынша үлестірілді дейді. Енді бұны қайдан көреміз?
Міне, барлығы үлестірілді 23 сағат, 23 сағат. Енді бұны өзіміздің журналға барамыз және 7 класты басамын информатика. Және күнтізбелік жоспар. Қарап отырсақ, міне 1-тоқсаннан бастап қарасақ, жарияланғандығы мына жердегі тақырыптың 3 бұрышы болып тұрады. Міне, бұл сіздердің КТП-ңыз жарияланды деген сөз. Міне, 1-тоқсанда да жарияланды, 2-тоқсанда да КТП-міз міне жарияланып тұр. Осы белгімен ажыратасыз. Сіздерде осындай белгі шығады. 3-тоқсан бойынша да көріп шығамыз. Енді біз бұны есептерге кіріп, есептер бөліміне кіріп, бұл кезде мектеп, менің мектебім және есептер деп тұр. Осы есептердің ішінде сол жағына қарасаңыздар, бағдарламаның орындалуы деп тұр. Сол бағдарламаның орындалуының ішінде пән бойынша мұғалімге дегенді басамыз. Және осы жерде өзіміздің пәнімізді таңдаймыз. Информатика пәні және өзіміздің аты жөнімізді таңдаймыз. Енді бұл жерде 4-тоқсанды да көрсетіп қойыпты. Біз 3-тоқсанды жарияладық, бірақ тексерген кезде 90 бойынша қараймыз. 1-тоқсанды басамыз. Және есепті құрастыру деген жаққа шығамыз. Сол жерде сіздерде 7 класс бойынша қараймыз. Міне, 1-тоқсан бойынша жоспар сағаты бойынша 8 сағат, берілген сағаты 8 сағат. Дұрыс болып тұр және 100%. Және өзіміздің алатын формативті бағалау саны 8. Енді 2-тоқсан бойынша да көзімізді жеткізіп көріп шығамыз. Әрбір тоқсанды осылай. Міне, 7-ші сыныптар 8 сағат, 2-тоқсан бойынша да берілген сағат саны да солай және 100%. Енді келесі 3-тоқсанды көріп шығамыз. Есепті құрастырамыз. 3-тоқсанда 7-ші сынып. Біз 7-ші сыныпты жарияладық. 100% аптасына 7 сағат және 9 формативті сабағымыз бар екен. Міне осылай қарап шығасыз. Құрметті әріптестер, егер сіздердің қателеріңізге жарап жатса, мен өте қуаныштымын. Менің каналыма келіп тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар. Және де көптеген қызықты ақпараттар мен сіздермен бөлісемін. Келесі сабақтарымызда көріскенше сау саламат болыңыздар.